негізгі екі аллотропиялық түріндегі кристалдар сақина түрінде байланысқан күкірттің 8 атомынан құралған молекулалардан тұрады. Бөлме температурасында бұл молекулалар ирек сақина пішінді болады. Күкірттің бұл аллотропиялық түрі ромб пішінді, ромбты күкірт немесе альфа күкірт деп аталады. Цельсий бойынша 95,5 градусқа дейін қыздырғанда ромб пішінді күкірт моноклинді күкірт немесе бета күкіртке айналады. Ол кристалдағы 8 атомдық молекулалардың басқаша ретілікпен орналасуымен және өзгеше физикалық қасиеттермен сипатталады. Цельсий бойынша 95,5 градустан төмен температураға дейін суытылғанда моноклинді күкірт қайтадан ромбты күкіртке айналады. Егер ерітілген күкіртті салқын суға құйып, бірден бөлме температурасына дейін салқындатсақ, күкірттің иілімді немесе пластикалық күкірт деп аталатын аморфтық түрі пайда болады. Бұл ромбты немесе моноклинді күкіртпен еш ұқсастығы жоқ иілгіш, созылғыш материал. Оның бұл қасиетін былай түсіндіруге болады. Тез салқындату молекулалардың ретсіз орналасуына әкеледі, өйткені жүйелі кристалдық тор түзуге уақыт жетпейді. Молекулалар бірнеше күннен кейін ғана жүйелі құрылым түзе бастайды. Алдымен күкірт моноклинді түрге өтіп, соңында ромбты күкіртке айналады. Күкірт оттекте өзіне тән көк түсті алаумен жанады. Күкірт пен оттектің әрекеттесуі нәтижесінде түссіз газ, күкірт диоксиді түзіледі. Бұл газ суда еріп, қышқыл ерітінді түзеді. Күкірт диоксиді мен су арасындағы реакция өнімі күкіртті қышқыл ретінде белгілі. Концентрлі күкірт қышқылының құрамында 96% таза қышқыл болады. Концентрлі күкірт қышқылы түссіз майлы сұйықтық. Ол гигроскопиялық қасиетке ие, яғни бұл оның қоршаған ортадан ылғалды жұтатынын білдіреді. Судың күкірт қышқылмен араласуы күшті экзотермиялық процесс. Одан бөлінетін жылу мөлшерінің көптігі сонша, қосылған су қайнай бастауы мүмкін. Егер күкірт қышқылы сумен дұрыс сұйылтылмаса, сұйықтық ыдыстан шашырап, ауыр күйік жарақаттарын тудыруы мүмкін. Күкірт қышқылының сұйылтылған ерітіндісін қышқылды суға қосу арқылы ғана дайындауға болады. Ал керісінше, яғни қышқылға суды қосуға ешқашанда болмайды. Қышқыл аз мөлшерде қосылуы тиіс және қажет болған жағдайда араластырылып және суытылып отыруы керек. Күкірт қышқылының сулы ерітіндісі қышқылдық болып саналады. Қышқылдыққа жауапты химиялық заттар сулы ерітіндідегі күкірт қышқылы молекулаларының диссоциациясы нәтижесінде түзілетін сутек катиондары. Күкірт қышқылының бір молекуласынан 2 сутек ионы түзіле алатынына назар аударыңыз. Күкірт қышқылы сулы ерітіндіде толықтай дерлік диссоциацияға ұшырайтын күшті қышқыл. Күкірт қышқылының тұздары сульфаттар деп аталады.
Күкірт қышқылының көп мөлшері еритін тыңайтқыштар, яғни өсімдіктердің өсуін жылдамдататын заттар өндірісінде қолданылады. Күкірт қышқылының 37% ерітіндісі автокөліктердегі қорғасын аккумуляторларды толтыру үшін қолданылады. Өзінің гигроскопиялық қасиетіне байланысты күкірт қышқылы газдарды құрғату үшін қолданылады. Бірақ ол күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін газдар үшін ғана жарамды. Болаттан жасалған заттарды мырыш, қалайы немесе эмальдің қорғаныш қабатымен жаппас бұрын, оны күкірт қышқылына батыру арқылы таттан тазартады. Күкірт қышқылы жуғыш заттар және синтетикалық талшықтар өндірісінде пайдаланылады. Тағам өндірісінде оны өсімдік майларын қайта өңдеуде де қолданады. Күкірт қышқылының тұзы, кальций сульфаты, қалыптарды дайындауда және сынған қол-аяқ сүйектерін орнықты қимылдамайтын жағдайға келтіру үшін қолданылады. Ол сумен араласқанда бастапқы пішінін сақтай отырып, бірнеше уақыттан кейін қатаятын қою паста түседі. Процесс барысында кальций сульфатының қосылысы дегидратацияға ұшырайды. Күкірт қышқылы негізгі зертханалық реагенттердің бірі. Сонымен қатар, ол шикі мұнайды қайта өңдеуде қолданылатын реагенттердің біріне жатады.